Оқырмандарға өзімді таныстыра кетсем, есімім Гүлжан Аманбай, 17 жылдық тәжірибесі бар балалар эндокринологы және антиэйдж-эксперт маманмын. Сіздерге мен бүгін судың маңыздылығы туралы қысқаша айтып өтем. Жалпы дәрігерлер 1 килограмм салмаққа 30 мл су ішу керектігін айтады, судың маңыздылығы туралы айтады, бірақ та қандай су ішу керек екендігін ешкім айтпайды. Өйткені су тірі және өлі болып бөлінеді. Қалай өлі су ішіп жүргеннің белгілері қандай болады? Сіз көп су ішесіз, көп кіші дәретке жиі барасыз, денеңіз сынып тұрады, қанша су ішсеңіз де аузыңыз құрғап тұрады, және де қарныңыз ашып тұрады. Өйткені егер де адам дұрыс су ішетін болса, сапалы pH 7,5 су ішетін болса, қарны ашпайды. Неге? Біздің ағзамызға көп тамақ қажет емес, бізге тек қана минералдары байытылған таза пайдалы су ішсек, жеткілікті мөлшерде сол жетіп жатыр. Және де бұл жерде айта кететінім, ер азаматтарға, ер балаларға, жасөспірімдерге пластикалық бутылкадан су ішуге болмайды. Неге? Олардың ішінде ксеноэстрогендер, бисфенол А, Б деген химиялық заттар бар. Ол заттар ағзаға түскен кезде гормоналды жүйені бұзып, тестостерон гормонының деңгейінің төмендеуіне алып келеді. Сондықтан мен осы өзімнің тәжірибемде осы тақырыпты өте зерттей келе бір керемет жолын таптым, инструментті таптым. Ол инструмент мына менің қолымдағы Purity фильтрі. Өйткені Purity фильтрі pH 7,5, яғни біздің ағзамыздағы pH-ымыз 7,5, тура сондай суды береді. Бұл табиғи су, яғни бұның ішіне сіз краннан, құдықтан, бұлақтан суды құю арқылы табиғи минералдар бар суды ішетін боласыз. Көп су ішесіз, бірақ кіші дәретке көп жүгірмейсіз, ісінбейсіз, және де ең бастысы қарныңыз ашпайды. Яғни pH 7,5 тірі су ішкен кезде, қоған қосымша қауіпсіз су ішкен кезде біздің ағзамыздағы 50% аурулардың азайтуға, алдын алуға болады. Сондықтан дәрігер маманы ретінде менің мыңдаған пациенттерімнің тәжірибесінен өткен мына Purity фильтрін әрбір қазақстандықтардың қолынан көргім келеді.